أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmet cemaat, Allah Teala niyetlerimizde, kadamlarımızda Allah Teala kabul etsin. Elbette rasında her bir Müslümanın, her bir namaz okup жүрген, Allah'a kulçuluk жасап жүрген her bir Müslümanın armanı Allah'ın razılığına iyi bolu. Yani Allah'ın rizalığını alu. Және де Алланың сүйіспеншілігіне ие болу, Алланың махаббатына ие болу. Сондықтан Алла Тағала Құранда Алла Тағала кімдерді жақсы көреді? Алла Тағала қандай адамдарды жасаған амалдары үшін жақсы көреді біздерге баяндаған көптеген аяттарда. Солардың бірнешеуіне тоқталсақ, Алла Тағала Құранда Бисмиллахир-рахманир-рахим Инналлаха юхиббул мухсинин деп біздерге баяндайды. Аяттың мағынасында Алла Тағала үнемі жақсы істермен айналысатын, әрдайым жақсы амалдар жасайтын адамдарды, құлдарын жақсы көреді дейді. Тек қана оқыған 5 уақыт намазымен шектелмей, қолдан келгенше қайда жүрсек те осы сауап амал деп қабылдап, әрдайым жолда бір тас көрсек те сол тасты бір шетке алып қойып, бір қиналып жүрген адамға қол ұшымызды созып жүрсек, міне сондай адамдарды, әрдайым жақсылық іздеп жүрген адамдарды Алла Тағала жақсы көреді екен. Келесі бір аятта Бисмиллахир-рахманир-рахим Инналлаха юхиббут тауабин. Алла Тағала біз енді пенде болғандықтан барлығымыз күнә жасаймыз. Бүгін жасадық, ертең де жасаймыз. Өмір бойы, өміріміздің соңына дейін біз күнә жасаймыз. Біз пендеміз. Сол күнә жасағаннан кейін, адам баласы күнә жасағаннан кейін бірден тәубе етушілерді Алла Тағала жақсы көреді екен. Бәріміз пендеміз, күнә жасаймыз. Бірақ сол жасаған күнәден кейін пайғамбарымыз айтқандай, егер бір қателік жасасаңыздар, бір күнә жасасаңыздар, артынан бірден сол қателікті, сол күнәні жоятын бір жақсылық жасаңыздар дейді. Сонда Алла Тағаланың мейіріміне ие болып, Алла Тағала сіздерді кешіреді дейді. Міне Алла Тағала мен істеген қателігім үшін Алла Тағаладан жалбарынып, Алла Тағала мен қаншалықты күнә жасадым, қаншалықты үлкен қателіктер жасап жүрмін. Алла Тағала мені кешір деп, шынайы тәубе жасаушыларды Алла Тағала жақсы көреді екен. Және де инналлаха юхиббул мутатаххирин. Және де Алла Тағала әрдайым таза болып жүргендерді жақсы көреді екен. 5 уақытта намаздарында дәретін алып, әрдайым киімі таза болып, жүрген жерінде тазалықты ізденіп жүрген адамдарды Алла Тағала жақсы көреді екен. Сонымен қатар Валлаху юхиббул муттақин деп Алла Тағала екінші бір аятын айтады. Яғни тақуа адамдарды, шынайы намаз оқыған кезде де, құлшылық жасаған кезде де әрдайым шынайы Алла Тағаладан қорқып құлшылық жасаған адамдарды, тақуа адамдарды Алла Тағала жақсы көреді екен. Сол сияқты көптеген сипаттар бар. Осылай Алла Тағала біздерге баяндаған. Солардың бірі тағы да Инналлаха юхиббул муқситин. Қайда жүрсе де, жұмысында болсын, отбасында, балаларының алдында болса да, әділеттікті сақтаған адамды Алла Тағала жақсы көреді екен. 3 балаңыз бар, 3 балаңызға бірдей әділетті болмасаңыз, сол үшін де Алланың алдында сұралады екенбіз. Жұмысыңызда сіз жұмысшыларыңызға әділетті болмасаңыз, сол үшін де сұралады екенбіз. Сондықтан қандай жағдайда болмасын, әрдайым хақты айтып жүретін, әділеттікпен жүретін адамдарды Алла Тағала жақсы көреді екен. Сонымен қатар қандайда бір қиындық басымызға түскен кезде сабыр етушілерді Алла Тағала жақсы көреді екен. Біз пенде ретінде, Алла Тағаланың құлы ретінде бұл іш болмағанда осы сипаттардың біреуіне болсын ілініп жүру керек екенбіз. Әлбетте Алла Тағала бізге бұйырған намазымызды оқып жүрміз. Оразамызды иншалла Алла Тағала бұйырса ораза ұстаймыз. Бірақ сонымен қатар осы амалдардың Алла Тағала біздерге Құранда баяндаған жақсы амалдардың біреуін болсын әрдайым орындап жүрсек, иншалла Алла Тағала біздерді жақсы көріп, күнәларымызды кешіреді екен иншалла. Алла Тағала иншалла біліп естіген аяттарымызды, хадистерімізді Алла Тағала қабыл етсін. Алла Тағала амал етуді нәсіп етсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.